Иосиф Бродскийдің 1988 жылы желтоқсанда Мичиган университетінің түлектеріне стадионда айтқан әйгілі сөзінен үзінді. Кейін сыншылар мұны орынсыз, саяси тұрғыдан дұрыс емес деп санады, ал кейбіреулер одан нәсілшілдікті де көре алды. Бірақ Бродский алалаушылықтан, уақыт пен кеңістіктен тыс болды. Бірінші, тіліңіздің дәлдігіне назар аударыңыз. Сөздік қорыңызды кеңейтуге тырысыңыз, және оны банктік шотыңызға қалай қарайсыз, солай қарастырыңыз. Оған көп көңіл бөліп, дивидендтеріңізді көбейтуге тырысыңыз. Мақсат өзіңізді мүмкіндігінше толық және дәл жеткізуге мүмкіндік беру. Бір сөзбен айтқанда, мақсат сіздің балансыңыз, айтпағанның, дұрыс айтылмағанның жинақталуы неврозға әкелуі мүмкін. Бұған жол бермеу үшін кітап құмарға айналудың қажеті жоқ. Тек сөздік алып, оны күнде, кейде өлең кітаптарын оқу керек. Олар жеткілікті арзан, бірақ олардың ішіндегі ең қымбаты да психиатрға бір рет барудан әлдеқайда аз тұрады. Екіншісі, ата-анаңа мейірімді болуға тырыс. Егер бұл әкең мен анаңды сыйла дегенге ұқсайтын болса, кешірім сұраймын. Менің жай ғана айтқым келеді. Оларға қарсы шықпауға тырысыңыз. Өйткені олар сіздің алдыңызда өлуі мүмкін. Сонда сіз өзіңізді қайғы қасірет болмаса да, ең болмағанда осы кінә көзінен құтқара аласыз. Егер сізге мен сенен бір тиын алмаймын деген сөзбен бүлік шығару керек болса, оңайлықпен зардап шекпейтіндерге қарсы көтеріліңіз. Ата-аналар тым жақын нысана, ағалар, апалар, әйелдер немесе күйеулер сияқты. Қашықтық соншалықты сіз жіберіп алмайсыз. Үшіншісі, саясаткерлерге көп сенбеуге тырысыңыз. Көбінесе олардың ақылсыз немесе арам болғандықтан емес, олардың жұмысының ауқымдылығына байланысты. Тіпті олардың ішіндегі ең жақсылары үшін тым үлкен. Олар әлеуметтік зұлымдықты біршама азайта алады, бірақ оны жоймайды. Жақсарту қаншалықты маңызды болса да, этикалық тұрғыдан ол әрқашан елеусіз болады. Өйткені бұл жақсартудан пайда көрмейтіндер әрқашан болады. Кем дегенде бір адам. Әлем жетілмеген, алтын ғасыр ешқашан болған емес және болмайды. Осыған байланысты, дәлірек айтқанда, қараңғыда сіз өзіңіздің үйдегі тағамға сенуіңіз керек, яғни әлемді өзіңіз басқарасыз. Бірақ өзіңіздің бәлшіңіздің шегінде де сізге қажет нәрсеге дайындалу керек. Ризашылық пен көңілсіздіктің дәмін бірдей тат. Төртіншісі, кішіпейіл болуға тырысыңыз. Қазірдің өзінде біз тым көппіз және көп ұзамай тағы да көп болады. Күн астындағы орын үшін бұл тартыс міндетті түрде басқалардың есебінен болады. Біреудің аяғын басуға тура келгендіктен, оның иығында тұру керек дегенді білдірмейді. Сондықтан, жақсы сағатта, егер сіз бай, әйгілі немесе екеуді болғыңыз келсе, оған толықтай берілмеңіз. Әрқашан есіңізде болсын. Сіздің қасыңызда әрқашан біреу бар, ол жақын. Ешкім сізден оны жақсы көруді сұрамайды. Бірақ оны қатты мазаламауға және оған зиян тигізбеуге тырысыңыз. Ақыр соңында, алыстағы жұлдыздардың ғаламның тереңдігінен, мүмкін оның қарама-қарсы жағынан оны жасамау туралы өтініш. Сондай-ақ, көршіңізді өзіңіз сияқты жақсы көру идеясы пайда болған есте сақтауға тырысыңыз. Бесіншісі, өзіңізді құрбан етуден аулақ болыңыз. Жағдайыңыз қаншалықты жиіркенішті болса да, бұл үшін сыртқы күштерді кінәламауға тырысыңыз. Тарих, мемлекет, бастықтар, нәсіл, ата-аналар, ай фазасы, балалық шақ, дәретханаға баланы уақытында отырғызбау, мәзір кең және қызықсыз. Бір нәрсені кінәлаған сәтте, сіз бір нәрсені өзгертуге деген жігеріңізді бұзасыз, және жындар мен демагогтар толтырудан ататын жауапсыздық вакуумын арттырасыз. Өйткені қатып қалған рух періштелер үшін қуаныш емес. Жалпы, өмірді оның сүйкімділігі үшін ғана емес, сонымен қатар оның қиындықтары үшін де құрметтеуге тырысыңыз. Олар ойынның бір бөлігі және олардың жақсы жағы, олар алдамайды. Сіз үмітсіздікке ұшырасаңыз, немесе үмітсіздік шегінде болсаңыз, қиындыққа немесе қиындыққа тап болсаңыз, өмір сізбен өзі жақсы білетін жалғыз тілде сөйлесетінін есте сақтаңыз. Алтыншысы, кешіруді біл. Біз кірген дүниенің беделі жақсы емес. Бұл әдемі жер емес. Оны сіз жақын арада табасыз және сіз одан шыққан кезде ол әлдеқайда жақсы болатынына күмәнім бар. Дегенмен, бұл қол жетімді жалғыз әлем. Балама жоқ, ал егер бар болса, оның осыдан әлдеқайда жақсы болатынына кепілдік жоқ. Сондықтан, сіздің өміріңізді бақытсыз етуге тырысатындарға
назар аудармаға тырысыңыз. Ресми қызметте де өзін өзі тағайындағандар да көп болады. Сіздің жауларыңыздың әрекеті оның мағынасын немесе маңыздылығын сіздің оған қалай қарайтыныңызға байланысты алады. Сондықтан қызылдың орнына сары сияқты оларды тесіп өтіңіз немесе айналып өтіңіз. Осылайша сіз ми жасушаларыңызды пайдасыз толқудан сақтайсыз. Арнаны өзгерту бұл желінің хабар таратуын тоқтата алмайсыз, бірақ оның рейтингін төмендете аласыз. Не прятаться там, скажем, за или в, скажем, концепцию философии. Человек не то, не сумма того, во что он верит, на что он уповает, не сумма своих убеждений. Человек сумма своих поступков.